Жаназадан соң басқа бір адамның үйіне баруға бола ма? Мына бір кісінің басынан кешкен бір оқиғасын айтып берейін. Бәлкім үлкендер айтпаған болар. Мүмкін мен жүре тыңдадым бекен. Бірақ жаназадан соң ешкімнің үйіне баруға болмайды дегенді білмеппін. Білмек түгілі естімегенде кім? Ондай ырым наным сенімге де мән бермеушем, басымнан өткен мына оқиға жанымды жегідей жеп барады. Бір күні қайын сіңілімнің күйеуі қайтыс болды. Жаназасына бардықта мен сол жерге жақын тұратын інімді де көріп кеткім келді. Алыс қалада тұратын болған соң, күнде келе бермейміз. Жолдан базарға кіріп базарлығымды алдым да інімнің үйіне бардым. Келіннің қабағы түйіліңкіреп тұрғанын, үйіндегі анасының ауырып жатқанынан деп онша мән бермедім. Ініммен қауышып, екі баласын әкелгенімді беріп, бір шайын іштім де Құдағиға сауғып кетуін тілеп қайта жолға шығып кеттім. Ойыма мүлде жаман ой келмепті. Ертеңіне інім телефон соқты. Даусында реніш бар. Кеше айта алмап едік, көрдің бе не болған? Жаназаға барған адам ешкімнің үйіне кірмейді, тіке қайтып кетеді. Бүгін апамыз қайтыс болды дегенде де түсіне алмадым. Көңіл айтып барамыз дегенше апта өтіп, 7 күндік асына бардық. Бәріне көңіл айтып, кетерімде інім тағы мені кінәлағандай болды. Келіннің онсыз да қайғыдан қабырғасы қайырылып отырғанда маған қарамауы, қабағының түйілу болуы қалыпты деп қабылдағанмын. Бірақ мәселенің барлығы кейін шықты. Уақыт деген зымырап өтіп, көктемде інім 30 жасқа толды. Елдің әр қаласында тұратын 4 бауыр бірге құттықтап барып қайтуды ойлағанбыз. Сөйтсем інім маған өкпелі. Барғанмен келін әншейіндегі иіліп тұратын ізетін жасамады. Әзер қолының ұшын беріп қана амандасты. Інімнің де мен жаққа онша қарағысы жоқ, жағдай сұрасуы да әдеттегідей емес. Қысқасы, әлдене қылмыс жасағандай сезіндім өзімді. Көңілді кештің шырқын бұзбайын деп ертеңін күттім. Таңертеңгі астан соң қайтуға жиналып жатқанымда оларға не болғанын, маған неге ренішті екенін сұрадым. Келін де соны күткенде екен, ақтарылып салды. Оның ойынша, сол күні мен күйеу баламыздың жаназасынан кейін олардың үйіне келмегенімде, оның анасы тірі қалады екен. Мен өзіммен бірге қаралы үйден ажал әкеліппін. Ол жылап тұрып көп нәрсе айтты. Басқасы есімде жоқ, тек қана соңғы сөзі: сізге көңілім суып кетті. Енді біздің үйге аттап баспай-ақ қойыңыз дегені болды. Өзімнен кейінгі ізімнен ерген бауырымның әйелінен осындай сөзді есту маған ауыр тиді. Ініме қарасам, келіншегінің сөзін растағандай кейіпте үндемей тұр.